театрға ішке келдім. Артист етіп ішке алдылар енді. Шондай көңілде шондай гордость енді. Мен бүгін артист бересің енді. Жүрем енді рол берерлер мекен деп. Бұл уақытта Афанасий Сагринскийдің «Мария» деген спектаклін шығаралар еді. Анда енді шондай біздің театрның бүтін знаменитый артистлары қатнаша еді. Әнвар абайлар, Мариян ойнайды, Богатыревтың қатыны Әлфия. Сәхне уақытта бек оның Альфер Ягуден Мәскеуден оқып бітіріп қайтқан еді. Шол декорациялар құру бойынша художник еді. Енді ол бек станоклар бейік темірден ішленген. Шонда біз бәлеке малай білен бәлеке қыз енді, бәлеке малай мен, бәлеке қызына Галя Юзманова есімді артистка ойнайды. Шоның білен жүгірішіп, ойнап берген қатырда енді. Бұны айтам бет, ол вақытта енді шоңды зор артистлар қарайында біз өзімізні нешіктір тоже зор артистлар шекілді хис етейдік. Менің бұл хис міне Қазанға институтқа кіріп театралыда оқи башлағашқана менің өзіме ұят кетті. Мен айтам, нешегенде, мен ол вақытта өзімні зор артист деп ойладым екен. Мен бір театр турында бек нашар білем деп еттім, мені бүтін білмейм деп еттім. Артист болу үшін бек зор қызмет керек екен, білім керек екен. Мен шында анладым, практика керек екен. Мен қазір енді ішлегіне ол вақыттағы шул өзімді зор артист деп жүргенім үшін қиын санап тұрамын қатты. Бірінші сәхнеге басу анса енді башлангыч класста біздің нейді миш яғалар еді бейді енді. Бір пұшмақта миш бар еді. Шол миш оның артында біраз бош орын бар еді. Біз ең бірінші Ғабдулла Тоқайның су анасын шында бірінші мәртебе инсценировка жасадайын. Ол вақыттан инсценировка екені кім білсін енді, біздің енді оқытушы үйретті де енді. Шол миш артына кіріп қашып тұрабыз да, олға шығып ойнаймыз. Бірінші мәртебесі шол болғандар енді аның. Енді анарысын 8 жылықта оқығанда шоуларға кеш барып оқытушылармен спектакльлер ойнадық енді. Мені негелер шында бабай деп те ойнаттылар енді. Көмір білен мен бекіні қатырлейм, көмір білен сырлар сызып нендейдер нәрселерді шында ебіштірген болып, міне шындай нәрселер ойнаған қатырды. Әлі мен анысын бірінші сәхнеге басу деп ойламаған едім де, оказывается, әлі анысы шул вақыттан болған екен.